Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода фоторамка жайлы айтып кетейін. Алдыңғы видеода қалай фотоны рамканың ішіне енгіземіз, сол жайында көрсеткен болатынмын. Бұл видеосы біз оны қазір қалай сызықтарын кесеміз. Көбісі сұрайды, дұрыс кесіп жатырмын ба, қалай жасаймын деп. Міне сіздерге түсініктілеп, асықпай видеоны айтып кетейін. Және де сіздер бұндайды шығарып, өздеріңіз на заказ можете сделать. Мысалы, өзіңіздің коллективіңізге жасап берсеңіз болады. Бұндай сыйлықты точно лақтырып жүрмейді, өйткені бұл жерде өзінің суреті орналасқан. Сіз любой суретін енгізіп, жазуын жазып берсеңіз болады. Бұл дайын шаблондар біздің каналда бар. Суретсіз, уже сіз клиенттің қалаған суретін енгізіп бере аласыз ол жерге. Тек қана осындай рамкалар емес, біздің каналда әртүрлі рамкалар бар. А4 форматында, детский жасалғаны да бар, әртүрлісі. Егер біздің каналға қосылсаңыз, осындайларды өзіңіз на заказ жасай аласыз. Мысалы, рамка жасайтын болсаңыз, міне, бұл бізде фотобумага глянцеваяға шыққан уже. Бір А4-де 2 фото болады сізде. Ана жерде екеу бірдей болады. Мен просто каналға өзім түсіріп салғандықтан кейін екеуін бірге орналастырып қойдым. Бірақ А4-де сізде бір дизайннан болады. Мысалы, мына жерде рамкасымен тұрма, екінші жағында да сізде рамкасымен болады. Міне, жайған қайшымен кеспеңіздер, вообще қайшымен кеспеңіздер. Канцелярский ножбен, канцелярский ножның бағасы примерно 120-150 теңге тұрады. Қымбат емес. Міне, сызғыш 30 сантиметрлік, қысқа 10 сантиметрлік даже алмаңыздар, өйткені бұл 2 рет бөлгенде сізде дұрыс емес шыққалы мүмкін. Міне, жай ғана осылай кесе саласыз, болды. Фотобумага глянцевая 210 немесе 220-230 граммға шығарсаңыз тіпті жақсы. Фотобумагаңыз глянцевый болу керек, чтобы сіздің қағазыңыз жылтырап тұратындай. Егер сіздің принтеріңіз жоқ болса, сіз фотосалоннан шығарып алсаңыз болады. Фотосалоннан 200 теңгеге шығарып береді, 200, 150, 200-250 аралығында. Ал сіз біреуін 500, 600, 700 теңгеден сатасыз. И то бір А4-де 2 штук болады сізде.